Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Еркежан. Бүгін сіздерге 20 минутта дайын болатын, құрамында ашытқы қосылмайтын, өте нәзік, жұп-жұмсақ шелпектердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 500 грамм електен өткізілген ұнымызға 200 мл үй температурасындағы айранымызды қосамыз. 30 грамм жұмсақ сары майымызды қосамыз. Бір шай қасық толтырмай тұзымызды және жарты қасық разрыхителімізді қосамыз. Барлық заттарымызды араластырып, үстінен 110 грамм ыстық суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын бір келкі жұп-жұмсақ қамырымыз шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып 20 минут тындырып қоямыз. Жиырма минут өткеннен кейін қамырымызды алып, дөңгелектеп жайып, бөліктерге бөлеміз. Менде 8 бөлік шықты. Бөліктеріміздің барлығын осылай домалақтап, күлшелейтін боламыз. Тынып тұрған дайын болған нандарымызды бірінші қолмен осылай басып, одан кейін оқтаудың көмегімен дөңгелек қылып жаямыз. Шелпектерімізді жайған кезде өте қатты жұқартпаймыз, себебі піскен кезде қытырлақ қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған шелпектерімізді табамызға сұйық майды құйып, қатты қыздырып, екі жағын бірдей кезек-кезек қызартып қуырып аламыз. Міне біздің осымен жасалу жолы оп-оңай жұп-жұмсақ шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.